Ламбада, Gangnam Style, Billie Jean бұларға ортақ не бар? Неге ағылшын тілінің алфавиті A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P деп әнге салынып жатылады. Мидың музыкамен есте сақтау қабілетіне жауапты бөліктердің арасында қандай байланыс бар? Шет тілін үйренуге әндерді қолдану қаншалықты тиімді? Ернадан хабардың бүгінгі шығарылымы осы сұрақтарға жауап іздейді. Алдымен халық ән айту арқылы өзге тілді үйренуге бола ма деген сұраққа қалай жауап бергеніне назар аударсақ. Бұлай сөйлеу мәнеріне көмектеседі деп ойлаймын негізі. Ну, я через песню Барби Гелл выучила песню английский. Болған жоқ, тек қазақша әндер тыңдаймын мен өзім. Думаю, нет, потому что ты просто поешь, наверное. Смотря на каком языке. На китайском, например, было бы сложно. Если на английском, то еще да. Originally from South Africa, so there are lots of different languages there. So yeah, if you listen to a song over and over, I guess you can understand what they're saying eventually. Біріншіден акцентті жоюға көмектеседі деп ойлаймын. Одан кейін мысалға жаңа әнді үйренген кезде ол жақта бейтаныс сөздерді есте сақтау жақсарады. Дұрыс айтады, біреу сенет, біреу мүлдем сенбейді, ал біреу үшін тиімсіздеу тәсіл болып тұр. Бұл өткен сейсенбіде айтқан мидың ақпаратты қабылдау ерекшелігіне байланысты. Визуал не кинестетик болсаңыз да, мен айтатын мәліметке құлақ түріп көріңіз. Ең әуелі бесік жырынан бастасақ. Қай тілде болмасын ананың әлдейі бала миының дамуына оң әсерін тигізеді. Ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, тезірек ұйықтатудан бөлек ақпаратты тез қабылдағыш мидағы жаңа байланыстардың түзілуіне ықпал жасайды. Борис Гринченко атындағы Киев университетінің ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, бесік жырын тыңдай алмаған сәби мектеп жасына дейін сөйлеу, дыбыстарды анық шығару бойынша қиындықтарға көбірек душар болады екен. Қара сөзден гөрі әуезді жырдың миға пайдасы сол уақыттан бастап тие бастайды. Тағы бір зерттеу. Конкордия, МакДжил университеттері мен Макс Планк институтының 2014 жылғы біріккен зерттеуінде баланың 7 жасқа дейінгі музыкалық дамуы оның кейінгі өмірінде есте сақтау қабілетінің мықты болуына әсер ететіні белгілі болған. Нақтырақ айтқанда, 7 жасқа дейін аспапта ойнап, үйдегілермен ән айтып, музыка тыңдап өскен баланың миындағы ағзат жақсырақ дамиды. Ал сол бөлік мидағы ақпарат айналымына үйрену мен меңгеру процесіне жауап береді. Кейіннен нені үйренсеңіз де жеңілірек болады деген сөз. Оған мысал ретінде белгілі полиглот 6 тілде емін-еркін сөйлейтін Мәди Фазылды мысал етемін. Музыкаға жалпы ең жақын нәрселердің бірі ол тіл. Менен тіпті қазірдің өзінде көп адам сұрап жатады, жаңағы американский акцентсіз қалай сөйлейсіз, қалай ол мүмкін деп жаңағыдай сөйлеп сұрап, Америкада оқығансыз ба деп. Мен айтамын, жоқ, мен жай ғана музыка көп тыңдағам деп айтамын, шынымды айтсам. Жаңағы америкалық рэперлер бар еді ғой, Eminem, 50 Cent, басқа деген сияқты. Солардың жаңағы рэптарын тыңдай отырып, соларға еліктеп бір имитация жасап, осы бір тіл оқуға, тіл үйренуге деген махаббат ашылып кеткен еді сол кезден бастап. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Кеш қалдым деп салыңыз суға кетпесін, әлі де уақыт бар. Әннің тіл үйренудегі пайдасы жайлы 2013 жылы жария болған мына бір эксперимент нәтижесін өздеріңізге ұсынамын. Эдинбург және Оңтүстік Каролина университеттерінің ғалымдары ағылшын тілді 60 ересекті сынаққа шақырады. Олардың барлығы үшін бейтаныс венгр тілін үйретіп көрмекке 20-20-дан 3 топқа бөледі. Жас, жыныс, мамандық жағы теңдей етіп қарастырылған. Мақсат венгр тіліндегі сөздер мен сөз тіркестерін жаттау. Бірінші топ ауызекі сөйлесу практикасын негізгі тәсіл еткен. Екіншісі ырғақпен оқу тәсіліне көңіл бөлген. Үшіншісі ән айтуда қолданған. 15 минуттық дәрістен кейінгі венгр тілінің тестінде ән айтып тіл үйренген топ ең жақсы нәтиже көрсеткен. Осылайша америкалықтар өздері сөйлеп жүрген ағылшын тілінен лингвистикалық тұрғыда алыс жатқан венгр тілін меңгеріп үйренді. Бұл ән айтумен тіл үйренудің жақсы тандем екенін дәлелдеген алғашқы практикалық сынақ еді. Мәди Фазылда қала тұрғындары мен қонақтары да шет тіліндегі әннің орфоэпиялық пайдасына, төл акцентті қалыптастырудағы көмегіне тоқталған еді. Тағы қандай пайдасы бар? Графикада талдап көрсетейін. Алғашқы пайдасы өзге тілде ән айту, ән мазмұнына қарай сөздік қорыңызды арттырады. Заманауи сленгтер мен тұрақты сөз тіркестерін үйренуге жақсы мүмкіндік. Екінші пайдасы жағымды эмоциялар сыйлап тіл үйрену процесінде шаршаудың және қызығушылықты жоғалтудың алдын алады. Күлдіріп, жылатып, билетіп, қуантып әр түрлі әсер сыйлайды. Үшінші, осыған тікелей байланысты. Эмоциямен сақталған естелік мидың ең сенімді мұрағатында тұрады. Әрі бағанағы айтқан мидың ағзатының жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді.
Төртінші артықшылығы, әннің жанрына қарай сол әннің елдің мәдениетінен хабар аласыз. Шырқау стилі, орындау мәнері, мазмұндағы ерекшеліктер бәрі осында. Тағы бір артықшылық, ән сізге ең жақын гаджет смартфоныңызда болған соң, плейлистіңіз арқылы күнделікті тілдік жаттығудың жасалуын қамтамасыз етеді. Ал енді кішігірім жаттығу жасап көрейік. Сіздерге дәл қазір тіл меңгеруде көмектесетін достарымды таныстырсам, алғашқысы Maroon 5 солисті Адам Левин. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah. Хитмейкер Адам жағымды даусымен ғана емес, ұғынықты дикциясымен де танымал. Кейбір орындаушылар сияқты жеке мәнерлеріне салып алып, өз сөздерді жұтып қоймайды, нақ-нақ дыбыстайды. Ән мәтініне қарайық. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Мысалға қазір Құдай берген ойланып отырып, осы бір фразаларды жаттап алса болады. Егер өзіңіздің сүйіктіңізге махаббат шығармасын осылай арнағыңыз келсе, бәлкім жақсы бір мүмкіндік секілді, Құдай берген. I need a girl like you, яғни маған сен секілді қыз қажет деген фразаны ертеңге дейін жаттап алсаң болады. Ары қарай жалғастырайық. Енді бұл Адам, сіздер өзіңіз жақсы білетін Адам американдық акценттен хабар берсе, келесі менің досым Beatles сіздерге британдық акценттен сусындатады, қайнар көзі, яғни сіздерге қазір тыңдатып көрсетейін. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Өлмейтін шығармаларды мұрат еткен Beatles ескірмейтін тіркестерімен сөз орамдарында шумақтарында қалдырған. Мәтініне назар аударсақ, Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Осының ішінде, бәлкім сіз бір жерге тығылып қалып, сондай тығылатын жер іздеп жүрсеңіз, үшінші тармаққа қарасаңыз, Now I need a place to hide away. Яғни тығылатын жер іздеп жүрмін. Жалпы, жастық шақта бұл сөздерді айту ерте ме жоқ па, кім біледі, дегенмен махаббаттың тәтті дәмін, ащы уын татқан, өмірлік сабақ алған әр адам Yesterday әнін бір кіші гимн етері сөзсіз. Ал махаббат отына өртенуден жалықпаған болсаңыз, өткен кеткен бывшиларыңызды әңгіме етіп, құрбыларыңызбен ағылшынша өсек әңгіме дүкен құрғыңыз келсе, вуаля, Taylor Swift'тің әндері сіздер үшін ұнып тұрған қазына. Тыңдайық. Былай-былай қозғалып жатқан бишіні көрдіңіздер ғой. Тура солай сіздерді әннің мәтініне назар аударып, біраз нәрсе үйренулеріңізге болады. Бірінші, heartbreakers, fakers деген сөздер жиі кездеседі. Жүрек жаралағыштар, broken hearts, heartbreakers деген ұғымдар бұл әншінің негізгі лексиконындағы маңызды сөздер. Ал shake it off дегенді пайдалы тіркес ретінде ұсынғым келіп отыр. Жүрегің жараланды ма? Shake it off-та жүре бер. Сілкіп тастада мұрныңды тік көтер, ештеңеге мойма. Мен сияқты қаншама жаңағы бақытсыз махаббатқа ұшыраған болсам да, ары қарай жүре бер деген сөзге сайып келеді. Өзі жазып өз шырқайтын әндер үшін 11 Грэмми сыйлығын иеленген Taylor Swift негізі мықты лексикондар жинағы. Ал еш кем түспейтін ән тыңдаса ғашық ететін тағы бір мықты ол Bruno Mars. Заманауи сленгпен тұрақты сөз тіркестерінің жинағы Bruno Mars'тың әндерінен жақсы табылады. Көрейік. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Жалқаулардың әні The Lazy Song. Жұмысқа не сабаққа барғыңыз келмей өзіңізше еркелеп таяқ жер алдында айтатын ән. Мәтініне зер салайық. Today I don't feel like doing anything. Яғни мен ештеңе істегім келмейді деген кезде осы тіркесті қолдансаңыз болады. I just wanna lay in my bed. Таңертең тұрғыңыз келмей, мамаңызға еркелеп, жұмысқа барғыңыз келмей жатсаңыз, осы сөздер сіз үшін өте жақсы пайдалы фразалар.
Әсіресе I leave a message at the tone, yeah? Leave the message, яғни көбінесе автоответчик дейді ғой, телефондағы автохабарламаларды жауап беру құрылғысы дәл осылай сізге жауап беруі мүмкін. Сондықтан бұл сөздердің барлығы сіз үшін пайдалы. Дәл осы lazy songның ішінде келер шақтың қолданылу аясының бірнеше стилі, бірнеше түрі көрсетілген. Сондықтан шақ бойынша қиналып жүрсеңіз, lazy songды жаттаңыз. Әрине, жалқау әнді айтып, жалқау болмаңыз, қолда бар мүмкіндіктің бәрін пайдаланып, білімге ұмтылыңыз. Ол жолда ән әлемінің көмегі зор. Осыған көзіңіз жетті деген сенімдемін, алайда әннің де естісі бар, есері бар, ой сүзгіні өткізуді ұмытпаңыз. Оянда қарышта дамы,